Қайырлы күн, құрметті отандастар. Мен азаматтық белсенді Ая Арыстанбекқызы. Бүгін 12 мамыр 2020 жыл. Дәл осы күні нағыз ұлт жанашыры қазақ батыры Макс Бокаев ағамыздың туылған күні. Осыдан бірнеше жыл бұрын, яғни 2016 жылы жер мәселесі көтерілген, атадан мұра болып қалған қасиетті ана жеріміз Қарақытайға сатылмақ болған кезде қысқа уақыт аралығында бұқара халықты алаңға шығарып, билікке деген батыл түрде, қатал түрде талап қойып, ата жерімізді аман алып қалған осы Макс Бокаев ағамыз еді. Менің наразым осы 99 миллиард доллардан астам қарызы бар, мерзімінен ерте шыққан Мұхтар Джакишевке, 7 жыл емес 1,5 жыл түрмеде отырған Ескендір Ерімбетовке, және тіпті Назарбаевтың өзінен кешірім сұрап бостандыққа шыққан Әблязов сияқты алаяқтарға бостандық талап еткенше, жақтау болғанша, неге нағыз ұлт жанашыр ағаларымызға жақтау болмаймыз? Арон Атабек, Макс Бокаев міне біздің нағыз батырларымыз. Әрине, Макс Бокаевқа да билік әртүрлі ұсыныс жасап отырған, егер қатесін мойындаса, мерзімінен тыс ерте шығуға да сөз берген, тіпті жер комиссиясының төрағасы болуға да мәнсап ұсынған. Бірақ Макс Бокаев өзінің ұстанымына, өзінің деген еліне, сүйіспеншілігіне деген адал жан болғандықтан билікпен ешқандай келісімге барған жоқ. Осы бүгінгі күнге деген Арон Атабек, Макс Бокаев сияқты батыр ағаларымыздың қамауда болып, ел тағдырын емес, ел байлығын көздеген небір алаяқтарға қолдау көрсету, оларға бостандық талап ету, саяси пана сұрау біз үшін ел ретінде, қазақ ретінде үлкен кемшілік. Ақ пен қараны ажырататын кез келді. Макс Бокаев, Арон Атабековке бостандық, келесі жылы біздің қатарымызда, елдің қатарында адал қызмет жасап, осындай өзінің жеке мейрамдарын туған туыс, дос-жаран арасында тойлауына тілектеспін. Және де азаматтық белсенді Даная Калиева, Альнур Ильяшев және Арман Хасенов сияқты азаматтарға, белсенділерге осындай қысым көрсетілуін тоқтатылуына талап етемін.